Қайырлы күн достар, баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын, үлпілдеп мамықтай болып шығатын нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Құрамына қосатын ингредиенттер әр асхана ханшайымда бар. 3-4 ингредиенттен ғана жасалады. Осы рецептпен жасап көруге міндетті түрде кеңес беремін. Видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге ұн қажет. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Және достар, құрамына қосатын барлық ингредиенттерді төмендегі описанияға қалдырып кеттім. Сол жерден қарай аласыздар. Енді осы ұнның үстіне құрғақ ашытқымыз саламыз. Және 1 ас қасық қант саламыз. Және 2 шай қасықпен тұз саламыз. Енді осы құрғақ ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және бізге жылы су қажет. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Енді осы суымызды біртіндеп құя отыра, ұнымызды араластыра отыра қамыр илейміз. Бізде жұмсақ қамыр шығу қажет. Алдымен осылай қасықпен илеп алдым. Содан соң қолмен илейтін боламын. Және достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Апта сайын арнамда жаңа рецепттер шығып тұратын болады. Және осы видео рецепт ұнап жатса, төмендегі комментарийге комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Содан соң қамырды қолымен илеймін. Және достар, жаңа барлық суды құйып жібермеңіздер. Әр ұнның сапасы, сорты әртүрлі болғандықтан, жаңағы әр кезде әртүрлі өзіне сіңдіретін болады. Сондықтан су құйған уақытта бөліп құя отыра қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақ, кішкене жабысқақ болу қажет. Біздің қамырымыз осымен толықтай дайын болды. Енді дайын қамырды ыдысқа салып, бетіне пищевой пленка жауып, және сүлгі жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей менің қамырым 40 минутта көтерілді. Енді бетіне кішкене сұйық май жағып, барлық қамырымызды жинап аламыз. Енді столдың үстіне кішкене ұн сеуіп, видеода көрсетілгендей қамырымызды осылай ұнға араластыра отыра, қолымызбен қыса отыра осылай дөңгелетіп аламыз. Содан кейін бізге 20 сантиметрлік жаңа тортқа немесе пирогқа арналған осындай форма қажет болады. Осы формаға пергамент қағазын төсеп, және кішкене ұн себеміз. Және осы формаға дайын қамырымызды салып, бетін сүлгімен жауып, 10-15 минутқа көтерілгенше қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін қамырымыз осылай көтеріледі. Және қамырдың бетіне кішкене ұн себеміз. Және пышақтың көмегімен осылай бетін кішкене кесіп жібереміз. Енді осы қамырларымызды, нанымызды пеште пісіреміз. Ол үшін бізге осындай арнайы пешке арналған ыдыс қажет болады. Немесе бұндай ыдыс болмаса, миксердің ыдыстары болады ғой, соны бетіне жапсаңыздар болады. Енді осы қызып тұрған пеште 200 градуста осы ненің астында, жаңа ыдыстың астында 30-40 минуттай пісіреміз. 30-40 минут өткеннен кейін бетіндегі ыдысты алып тастаймыз да, тағы да нанымызды 20-25 минуттай пеште пісіріп аламыз. Мінекей достар, 20-25 минут өткеннен кейін нанымыз толықтай әдемі болып пісіп шығады. Өте көтеріліп, мамықтай болып шықты. Және достар, сіздер менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сондықтан пікір жазуды ұмытпаңыздар. Енді нанымыз толықтай суығаннан кейін сіздерге толықтай кесіп көрсетіп жатырмын. Мінекей өте жұмсақ, көтеріліп, толықтай іші пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аягөз.